Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен аз ғана уақыттарыңызды алатын чебуреки дайындайтын боламыз. Өте жылдам дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 350 грамм ұнымызды алып, ыстық қайнап тұрған суға 1 қасық тұз салып, жақсылап араластырып ертіп аламыз. Ұнымызға салып, қасықпен араластырамыз. 3 ас қасық сұйық май қосып, қолымызбен осылай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Бірінші қасықпен араластырып алсаңыздар болады. Одан кейін барып қолмен илесеңіздер болады. Осылай илеп аламыз. Орташа тығыздықта қамыр болады. Ешқандай түйіршіктер, оның қалдығы қалмайды. Тестамызды алып, салафанға салып, 20-30 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Оға дейін начинкасын жасайтын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ішіне фаршпен, картошкамен, жусаймен жасасаңыздар болады. Мен бүгін картошка қосып жасадым. Тестамыз кеуіп кетпес үшін бетіне осылай салафан жауып біртіндеп алатын боламын. Жаңағы тестамыздан 35 граммнан бөліп 17 штук чебуреки шықты қыздар. Тестамызды осылай жұқа қылып жайып аламыз. Сол кезде бізде іші де пісетін болады, өте дәмді болады. Ішіне салмасын салып, жұқа қылып жайғастырамыз қасықтың көмегімен. Одан кейін егер сіздерде арнайы кесетін роллер болса, осылай кессеңіздер болады, немесе қолмен де басып шықсаңыздар болады. Әсемдік үшін пилкамен де басып шықсаңыздар болады, өте әдемі көрінеді. Орташа қызып тұрған майымызға чебурекимізді салып пісіріп аламыз. Пісірген кезде қыздар қасықпен осылай бетіне сұйық майды құйып отырсаңыздар, чебурекилеріңізде осындай пузыректар пайда болады. Сол кезде өте әдемі болып көрінетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің арнама тіркеліп, қазақша фудблогтың дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, арнама тіркеле кетіңіздер. Көптеген оңай, қарапайым рецептермен бөлісетін боламын. Жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет, ас болсын. Сіздермен болған Мөлдір.